әнші, биші, күйші, спортсмен, блогер, шмогерлар отырмау керек. Конституцияны, ата заңды әр тармағын зерттей алатын финансист, экономист, заңгерлер отыру керек. Әр тармағын. Мен ойлаймын, кейде өнер адамдар сол жерде неге отырғанын, не үшін отырғандарын, неге келгенін. Осы сұрақ мені де мазалайды. Әркім өзінің жолымен жүрсе деп ойлайсың ғой. Өйткені мен өнер адамдардың, спортсмендердің, кейбір блогерлардың негізі деңгейлерін білемін, IQ-ларын төмен екенін түсінемін, сезінемін. Бір ауыз сөзді құрап айта алмайтын, сол жерде не істеп отырмын деп ойлайды екен. Парламентта жазыпты, неге сіз депутат болмайсыз деп. Әртістер болып жатыр ғой дейді. Неғып депутат болмайсың дейді ба? Мен неге болуым керек? Депутат деген дана, ақылды, ата заң жатқа білетін, мынау біздің халықтың әл-ауқатында не керек емес, соның бәрін жатқа білетін, онан кейін барып жаңағы елге жаны ашитын, отанына деген патриотизм деген жүрегінде от жанып тұратын адам болу керек. Менде соның бір қасиеті болса, басқа қасиеті жоқ. Өйткені расында да мен заңды жақсы білмеймін. Елдің әл-ауқатын білгенмен оны қалай түзеуді білмеймін. Әрине, үйренді жирен дейді ғой негізі. Бірақ Құдай берген ағамыз айтқан ғой. Кезінде депутат болғанда. Мына отырған депутаттардың бәрі әртіс, ішіндегі кәсіби әртіс мен ғана. Осы ортасына барып, кәсіби әртіс болып отырғым келмейді. Сондықтан да депутаттыққа сайланам деген азаматтарға елді ойлайтын, елдің жағдайын жасайтын, сол үшін күресетін, бәрін қойып, жүрегімді жұлып, елдің ортасына тастайтын уақыт келді.